Құрметті бауырлар, бұл видеода біз тазалықтың түрлері және дәрежелері туралы сөз қозғаймыз. Сіздер каналға жазылып қолдап отырыңыздар. Тазалық. Алла тағала айтады: Алла тәубешіл құлдарын және үнемі тазаланушыларды жақсы көреді. Пайғамбарымыз: тазалық иманның жартысы дейді. Сонымен қатар мұсылмандық тазалыққа құрылған дейді. Олай болса, тазалықтың осы ізгілігі мен ұлылығын тек денесі мен киімін сумен тазалау деп ойлауға болмайды. Тазалықтың мынадай дәрежелері бар. Бірінші дәрежесі жүректің Алладан басқа барлық нәрседен тазалануы. Мұндағы мақсат мынау: жүрек Алладан басқа нәрселерден тазарса, Алла тағаламен айналысады, соған беріледі. Бұл ла иляха илла Аллах деген сөздің ақиқаты. Бұл сыдықтардың иман дәрежесі. Алладан басқа нәрселерден тазару. Арылу иманның жартысы. Алладан басқа нәрселерден тазармайынша хақ тағаланы еске алумен өзін безендіре алмайды. Екінші дәрежесі жүректің сыртының көре алмаушылық, тәкаппарлық, риякерлік, құмарлық, дұшпандық, сыртқа көрсету үшін сәндену және сол секілді жаман әрекеттерден тазалануы. Тек осылай ғана кішіпейілдік, қанағат, тәубе, сабыр, қорқыныш, үміт, махаббат және сол сияқты сипаттарға бөлене алады. Бұл тақуа болғандардың иман дәрежесі. Жаман мінезден тазалану иманның жартысы. Үшінші дәрежесі дене ағзаларының ғайбат, өтірік, харам жеу, қиянат жасау, бейтаныс әйелге қарау және сол сияқты күнәлардан тазалануы. Осылайша әрбір істе әдепті және бұйрыққа дайын болады. Бұл захидтердің иман дәрежесі. Дене мүшелерін харамнан қорғау иманның жартысы. Төртінші дәрежесі киімнің және дененің нәжістен тазартылуы. Осылайша дене рукух, сәжде және намаздың басқа шарттармен әшекейленіп сәнденеді. Бұл мұсылманның тазалық дәрежесі. Кәпір мен мұсылман арасындағы айырмашылық осыған бағыну. Ал бұл иманның жартысы. Олай болса, бұл жерден әр дәрежедегі тазалықтың иманның жартысы екені аңғарылады. Мұсылмандық тазалыққа негізделген делінген. Барлық адамның тазалық деген кезде ойына келетіні және бәрінің күш салатыны киім тазалығы. Бірақ ол тазалықтың ең соңғысы болып саналады. Алайда бұл оңай, әрі нәпсінің де онда үлесі бар. Себебі нәпсі тазалықты жақсы көреді, содан рахаттанады. Оны барлығы көріп, оның тақуалығын сол арқылы біледі. Сол себепті адамдарға оңай болады. Алайда жүректі қызғаныш, тәкаппарлық, риякерлік, дүниеқұмарлықтан, жамандық пен күнәлардан тазалауда нәпсінің ешқандай үлесі жоқ. Адамдар оны көзімен көре де алмайды. Бұл адамдардың емес, Алланың қарайтын жері. Сондықтан оны барлығы қалай бермейді. Міне бүгін тазалықтың дәрежелері туралы сөз қозғалды. Келесі видеомызда тазалықта ықтияттылық қандай шарттарда дұрыс болады соны айтамыз. Бізге жазылып жаңа видеоларды өткізіп алмаңыздар. Аллах тағала бізге жүрегіміздің күллі ластықтан тазарып өзіне бет бұруын нәсіп етсін.